Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Сабақтың тақырыбы «Табиғатты қорғайық». Тема сегодняшнего урока «Давайте защитим природу». Бүгінгі сабақта қашан сұрағына жауап беруді, не істедің сұрағына сөйлем құрауды үйренесің. Жаңа сөздерді қайтала. Повтори новые слова. Қоқыс, қоқыс. Жинау, жинау. Сенбілік, сенбілік. Сындырма, сындырма. Отырғызу, отырғызу. Су құю, су құю. Мен ағаш отырғыздым. Я посадил дерево. Это предложение в прошедшем времени. В слове «отырғыз», «отырғыздым», «д» – это суффикс прошедшего времени и «м» – личное окончание. Теперь повторяйте за мной. Мен ағаш отырғыздым. Сен ағаш отырғыздың. Сіз ағаш отырғыздыңыз. Ол ағаш отырғызды. Біз ағаш отырғыздық. Сендер ағаш отырғыздыңдар. Сіздер ағаш отырғыздыңыздар. Олар ағаш отырғызды. Жарайсыңдар. Бірінші тапсырма. Оқы, сұраққа жауап бер. Первое упражнение. Прочитай, ответь на вопрос. Көктем. Көзін аш бұлақтың. Сарқырап су ақсын. Қарасын күлімдеп, көктегі шуақ күн. Сағыныш Намазшамова. Енді сұрақ, вопрос. Көктем айларын білесің бе? Дұрыс, көктем айлары наурыз, сәуір, мамыр. Весенние месяцы март, апрель, май. Екінші тапсырма. Оқы, сұраққа жауап бер. Қашан сұрағына жауап беретін сөзді тап. Второе упражнение. Прочитай. Ответь на вопрос. Найди слово, которое отвечает на вопрос «Қашан?» Когда? Мынау аула. Это двор. Аулада ағаштар, гүлдер бар. Во дворе есть деревья, цветы. Бүгін сенбілік. Сегодня субботник. Оқушылар мектепке келді. Ученики пришли в школу. Балалар ауланы тазалады. Дети чистили двор. Қоқыс, жапырақ жинады. Убирали мусор, листья. Гүлдерге су құйды. Поливали цветы. Аула таза болды. Двор стал чистым. Теперь вопрос. Қашан? Когда? На какое слово здесь отвечает на вопрос «Қашан»? Дұрыс. Бүгін. Сегодня. Бүгін сенбілік. Сұрақ. Балалар табиғатқа қалай көмектесті? Дети как помогли природе? Правильно. Балалар ауланы тазалады. Қоқыс жапырақ жинады. Гүлдерге су құйды. Үшінші тапсырма. Суретке қара. Бірнеше сөйлем құрап жаз. Третье упражнение. Посмотри на рисунок. Составь несколько предложений. Вопрос. Ол не істеді? Что он делал? Или она делала? Үлгі. Пример. Алмаз жер қазды. Алмаз копал землю. На рисунке мы видим детей, которые сажают дерево. Нам понадобятся слова отырғызу, да, сажать и су құю, поливать. Теперь составляем с этими словами предложение, что он делал или она делала. Давайте девочку назовем Ажар. Ажар сажает дерево. Как будет на казахском? Правильно, Ажар ағаш отырғызды. Дети
поливают дерево. Балалар ағашқа су құйды. Правильно. Төртінші тапсырма. Көп нүктенің орнына тиісті жалғауды қойып, көшіріп жаз. Четвертое упражнение. Вместо многоточия нужно ставить окончание и переписать. Маме, бабе, папе – это суффиксы отрицательного глагола. Болымсыз етістік жұрнақтары. Как они прибавляются? Бабе они прибавляются после ж, з, м, н. Нужно это просто запомнить. Например, жазба – не пиши. Тонба – не мерзни. Сенбе – не верь. Папе – это после глухих согласных прибавляются. Например, жатпа – не ложись, жатпа. Кеспе – не режь. Көшпе – не переезжай. Маме прибавляются после гласных и р, л, р, у, и. Например, жила, ма, не плачь. Так, теперь правила знаете, как прибавляются эти суффиксы. Давайте проверим себя теперь. Ағашты сындырма. Правильно. Не ломай дерево. Қоқысты шашпа. Правильно, шашпа. Не выкидывай мусор. Жерді қазба. Не копай землю. Көп сөйлеме. Много не говори. Сабаққа кешікпе. Не опаздывай на урок. Терең суда жүзбе. Не плавай в глубокой воде. Сабақ осымен аяқталды, оқушылар. Сау болыңдар.